Мгм. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бізде келесі тәжірибе тарату бойынша алдарыңызда Жақып Ақбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері Эльмира Абдуталиповна және Гүлім Айтмұхамедовна. Бұл кісілерде әдістемелік ұсыным, тақырыбы математикалық логика. Өте керемет тақырып екен. Әріптестер, сөз кезегі сіздерде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз Жақып Ақбаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімдері. Тақырыбымыз математикалық логика, ұсынып отырған әдістемелік ұсынымымыз. Математикалық логика бағдарламасы бірінші, төртінші сыныптары оқушыларына арналған. Біз екінші сыныпқа арналған қысқа мерзімді жоспарын 2024-2025 оқу жылынан бастап қолданып келеміз. Аптасына бір рет, жылына 34 сағат қамтылған. Мақсаты бастауыш сынып мұғалімдеріне математикалық логиканы жеңіл әрі қызықты тәсілдер арқылы түсіндіру, олардың ойлау, есте сақтау және тапсырманы дұрыс шешу қабілетін дамытуда іс тәжірибемен бөлісу. Міндеттері: логикалық ойлауды дамыту, есепті ойланып шығаруға үйрету, мнемотехника, сурет, белгі, ойын әдістерін қолдану, оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру, топпен жұмыс жасауға дағдыландыру және есте сақтау қабілеттерін күшейту. Өзектілігі: қазіргі заманда балалардан тек пәндік білім ғана емес, ойлау қабілеті, логикалық тұрғыдан дұрыс шешім қабылдау, проблемаларды тез әрі тиімді шешу қасиеттері талап етіледі. Математика тек сандар мен есептеулер емес, сонымен қатар логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал болып табылады. Математика логика үйірмесі екінші сынып оқушылар үшін логикалық ойлауды дамыту, математикалық дағдыларын бекіту, шығармашылық ойлауын қолдау және болашақта мектептегі басқа пәндерді игеруге дайындық беру мақсатында өзекті. Ал күтілетін нәтиже: бұл жерде оқушылар логикалық тапсырмаларды жақсы орындайды, ақпаратты тез есте сақтайды, өз ойын еркін айтады және сабаққа белсенді қатысады. Математикалық логика әдістемелік ұсыным. Бүгінгі шебер сабақта сіздерге математика логика әдістемелік ұсыным бірнеше негізгі бағдарламаны қамтиды. Бірінші, ол жас ерекшелігіне сай. Екінші, логикалық ойлау, және үшінші, терең білім. Әр кезең нақты тапсырмалармен, әдіс тәсілдермен және практикалық үлгілермен берілген. Математика логикада оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға арналған әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдандық. Бұл жерде салыстыру әдісі, яғни заттарды немесе сандардың ұқсастығы мен айырмашылығын табу, мысалы үшін қай сан үлкен, қай фигура артық екенін анықтау, талдау және жинақтау. Екінші әдісіміз: бұл жерде есепті бөліктерге бөліп қарастыру және қайта біріктіру. Бұл жерде күрделі тапсырманы түсінуді жеңілдетеді, яғни. Одан соң дәлелдеу әдісі: жауаптың неге дұрыс екенін түсіндіру, оқушы өз ойын негіздеп айтуға үйренеді. Ол жерде қорытынды жасайды, берілген мәліметтер арқылы жаңа нәтижені шығарады. Мысалы үшін, барлық алма қызыл болса, ал бұл алма деген сияқты, бұл жерде ол қызыл деген сияқты. Және проблемалық кесте және сызба қолдану. Бұл жерде ақпаратты схема, диаграмма, кесте арқылы көрсету, яғни логикалық байланысты түсінуге көмектеседі. Одан соң логикалық есептер шығару, арнайы логикалық тапсырмалар арқылы ойлау қабілетін жаттықтыру. Одан кейін ойын әдісі. Бізде бастауыш сынып болғандықтан ойын әдісі логикалық есептер, ребустар, сөз жұмбақтар, интерактивті ойындар арқылы оқытады. Одан соң бұл жерде сұрақ-жауап әдісі. Сұрақ-жауап әдісінде, яғни мұғалімнің бағыттаушы сұрақтары арқылы оқушы ойлауын дамытады. Одан соң проблемалық әдіс. Проблемалық әдіс бұл жерде
оқушыға дайын жауап бермей ойландыратын тапсырмаларды ұсыну арқылы өтеді. Яғни біз сабақта әртүрлі тапсырмалар қолданамыз балаларға, яғни қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі логикалық есептер, тапсырмалар беріліп отырады. Яғни балалар тапсырмаларды қызықты әрі жылдам орындауға тырысады. Сіздерге қазір қысқаша бейне жазба көрсетеміз. Яғни осы тапсырмаларға байланысты қысқаша бейне жазба көрсетеміз. Learning Cups платформасы арқылы математика сандар тізбегі. Бұл жерде яғни 1, 4, 7, 10 сандары заңдылық сақтай отырып, келесі сандарды табу қажет. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30 сандары. Яғни 3 санды қосу арқылы заңдылық пайдалана отырып, біз сандардың тізбегін орнына қойып шықтық. Бұл бізде Learning Apps платформасы арқылы орындалатын тапсырмалар. Бұл ойында балалар себептер алма салып, оқып. Егер сұраққа жауапты дұрыс айтатын болса бала, алма себепке түседі. Ал керісінше қате айтатын болса, келе жатқан код алманы болады. Ойын арқылы ойлаудан тұрады оқушы. Дұрыс жауапты табу үшін ойланып, салыстырып, қорытынды жасайды. Жылдам есептеуді үйренеді. Уақытпен немесе ойын шарттарымен жұмыс істегенде ойлау жылдамдығы артады, қызығушылығы артады. Алма жинау сияқты ойын элементтері математиканы қызықтырады. Қателерді түсінуге көмектеседі. Егер қате жауап бергенде нәтижесін бірден көреді. Сондықтан келесі дұрыстауға тырысады. Зейінмен есте сақтау күшейеді. Ойын барысында оқушы мұқият болып, ережелерді есте сақтайды. Мотивация береді. Себепке көп алма жинауға талпыну оқушыны белсенді жұмыс істеуге ынталандырады. Яғни бұл ойын математикалық логиканы дамытып қана қоймай, оқушының пәнге деген қызығушылығы мен белсенділігін арттырады. Осындай қызықты тапсырмалар қолданамыз. Сөз жұмбақ, яғни Learning Apps платформасы арқылы сөз жұмбақты табатын боламыз. Бірінші көлденеңнен бізде ұзындықты өлшейтін бірлік, яғни ол дециметр. Ал екінші ең үлкен бір таңбалы сан, ол 9 саны. Үшінші уақыттың өлшем бірлігі, ол сағат. Төртінші қосуға кері амал, азайту. Бесінші сұйықтықты өлшем бірлігі, яғни литр. Көлденеңнен бізде доғал деген сөз шығады. Яғни осындай қызықты тапсырмаларды біз балалармен
әр сабақта қолданып отырамыз. Яғни балалар қызығып тапсырмаларды орындайды. Практикалық жұмыс барысында оқушылармен әртүрлі платформалармен жұмыс жасалынады. Нәтижесінде балалар ақбота, алтын сақа, яғни мектепшілік олимпиадалар, республикалық олимпиадаларға қатысып жүлделі орындарға ие болады. Яғни біздің оқушыларымыз ақбота және алтын сақа олимпиадасына қатысып жүлделі орындар алды. Яғни мынау мектепшілік республикалық математика пәнінен оқушылар өздерінің білімдерін білімдерін көрсетіп, яғни жетістікке жетті оқушыларымыз. Математикалық логика бұл жерде ойлау мәдениетін қалыптастырады, балалардың логикалық қорытындысын жасайды, себеп салдарын байланысты түсінеді, топпен жұмыс жасайды, бұл жерде барлық біріге отырып. Яғни болашақта мектепте басқа пәндерді де меңгеруге, өмірлік есептерді шешуге қажетті интеллектуалды дайындық көреді. Біздің тапсырмада бұл жерде айта кеткенде, қорыта келе, математика логика оқушылардың ойлануға дұрыс шешімін табуға көмектеседі, есептер тез әрі дұрыс шығаруға үйретеді. Логикалық тапсырмалар адамның ақылын дамытады. Сондықтан математика логика өте пайдалы. Ол күнделікті бізде өмірде де қажет. Мысалы, есеп шығарғанда, жоспар құрғанда, немесе бір нәрсе таңдаған кезде бізде логиканы қолданамыз. Рефлексия бізде QR-код арқылы сканерлеп мына жерде өз ойларыңызды жазсаңыздар, әріптестер. Яғни QR-код арқылы кері байланыстарын жазсаңыздар. Яғни бізде математикалық логика әдістемелік ұсынымыздың қорытындысы іс әрекетінің нәтижесінде оқушылар келесі дағдылар мен қасиеттерді меңгереді. Бірінші, логикалық ойлау дамиды. Оқушылар салыстыру, сәйкестендіру, сұрыптау және қорытынды жасау қабілеттерін жетілдіреді. Екінші, математикалық дағдылар нығаяды. Яғни қосу, алу, көбейту, бөлу операцияларын дұрыс және тез орындауға машықтанады. Үшінші, шығармашылық шешім қабылдау. Тапсырмаларды әртүрлі тәсілмен шешуге талпыныс көрсетеді, жаңа идеяларды ұсына алады. Төртінші, зейін мен есте сақтау қабілеті артады. Балалар тапсырмаларға толық көңіл бөліп, ақпаратты тез есте сақтайды. Бесінші, коммуникативтік дағдылар қамтиды. Топта бірлесіп жұмыс істей алады, өз ойын айқын жеткізеді, пікір алмасуға үйренеді. Алтыншы, мотивация мен пәнге қызығушылық артады. Балалар математика мен логикалық ойлауға
ойлауға қызығушылығын арттырып белсене қатысып отырады. Жетінші, болашақ білімге дайындық. Оқушылар басқа пәндерге меңгеруге, мектептегі оқу процесіне және өмірлік есептерді шешуге қажетті интеллектуалдық қасиеттерді қалыптастырады. Яғни біздің осы математикалық логикалық әдістемелік ұсынысымыз сіздерге, яғни балаларды қызықтырып, әртүрлі олимпиадаларға қатыстыру оқушыларымызды. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Кері байланыс жазсаңыздар. Құрметті әріптестер, осымен біздің бүгінгі шеберлік сабағымыз аяқталды. Бізге сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, онда біздің шеберлік сабағымыз аяқталды. Қатысып, кері байланыс жасағандарыңызға көп рахмет.